Тым сенгіш адамның мынадай 3 белгісі бар. Бірінші, ол өзгелерден ешқандай дәлел сұрамай-ақ бәріне сене береді. Екінші, ол өзі қандай болса, өзгені де сондай деп ойлайды. Бәрін өзіндей көреді. Үшінші, ол өзгелер мен жайлы жаман ойда болмасын деп бәрін істей береді. Бағасына қарамай бір нәрсені ала берем десеңіз, онда сағатқа қарамай жұмыс істеуге тура келеді. Кісінің бір ғайыбын маған айтқан адам, менің 100 ғайыбымды кісіге айтар. Тәкаппар және қыңыр мінезді адам өзін кереметпін деп есептейді. Бірақ осы 2 қасиет оның түбіне жетеді. Адамның шынайы келбетін өзінен жоғары лауазымдағы кісілермен қарым-қатынасына қарап емес, өзінен төмен, әсіресе өзінің қол астындағы кісілермен қарым-қатынасына қарап білуге болады. Үнемі жұрт не айтады деп ойлайтындар, біраз уақыттан соң олардың құлына айналады. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер, құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін бағалаңдар. Өмір бейне бір саяхат секілді. Біздер болса сол жолдағы саяхатшымыз. Осы саяхат соңында қайда жеткеніміз маңызды. Бүгін жұрттар жасамайтын нәрселерді жасаймын. Себебі солардың арқасында ертеңгі күні жұрттар жете алмаған жеңіске жететінімді білемін. Біреуге деген сенімің неғұрлым үлкен болса, соғұрлым одан көңілің қалады. Өзің сенім артқан әрбір адамның қолына өткір қанжар ұстатқанмен теңсің. Өйткені ол сені онымен қорғауы да, бауыздауы да мүмкін. Мынадай қарапайым шындықты ұмытпа. Ешкімге сенім артпа. Сонда сені ешкім алдай алмайды. Адамға бар көңіліңмен сенім арту өте қауіпті нәрсе. Өйткені бүгін ол саған адалдық пен шындық айтып ант береді. Ал ертеңіне арқаңа пышақ сұғып және саған қанжар сұққан адам ең жақын адамың болып шығады. Өйткені ол сенің әлсіз тұсыңды жақсы біледі. Адал адамның ең кемшіл тұсы бұл оның сенгіштігі. Нағыз еркек мына 3 қасиетсіздіктен қашады. Көп сөйлеуден, сыр сақтай алмаудан және көрінгенге сенім артудан. Адамның сөзіне емес, ісіне сеніңіз. Оның сізге деген көзқарасын істеген ісінен білуге болады. Сөзі алдамшы. Жай ғана істеген ісіне қарап, оның нағыз бет бейнесін көруге болады. Саған сеніп тапсырған аманатты қандай жағдай болса да өз иесіне тапсыр. Саған сатқындық жасаса да, сен ешкімге сатқындық жасама. Біз өзіміз танымайтын адамға сенім артуға бір табан жақын тұрамыз. Өйткені ол бұрын бізді ешқашан алдамаған. Біздің адамдарға сеніміміздің 2 себебі бар. Біріншісі, біз оларды танымаймыз. Екіншісі, біз оларды өте жақсы білеміз. Ешқашан сізге тек қайғысы мен қиындығын айтып, ал қуанышын жасыратын адамға сенім артпаңыз. Сенім артқымыз келетін адамдар өте көп, бірақ сенім арта алатын адамдарымыз өте аз. Өмірден көп таяқ жеген адамдар ақыр соңында ең мықты тұлғаға айналады. Адамға ең жаман ауыртпалықпен жүрек жарасын беретін, оған бұрын бақыт сыйлаған адамдар. Досын сатқан, қосын сатқанмен бірдей. Өмірінде бір рет сатқындық жасаған адам, екінші рет міндетті түрде қайталайды. Сатқындық тұқым қуалайды. Адам өзі неғұрлым адал болған сайын, өзгелерді сатқындық жасайды деп ойламайды. Егер біреуге сенің кесіріңнен сатқындық жасаса, онымен өміріңді ешқашан байланыстырма. Себебі ерте ме кеш пе бір күні ол сені де сатып кетеді. Көңіліңді қалдырғандарға көп сөз айтып,
Қиналудың қажеті жоқ. Себебі адалдық аса қымбат сый. Сол үшін оны арзан адамдардан күтпей-ақ қой. Адамды танығың келсе, оны ашуландырып көр. Себебі адам ашу үстінде бар ойын ашып салады. Түбінде бәрібір әділдік жеңеді. Сондықтан сумаңдаған өтірікші адамдарға қызықпай-ақ қойыңыз. Сатқындық сені уақыттық пәледен құтқарғанымен, уақыттың жазасынан құтқара алмайды. Өзіне адал адамдар ғана өзгелерге адал бола алады. Егер сен біреуге бір рет алдансаң, онда ол сол адамның қателігі. Ал екінші рет тағы да алдансаң, демек бұл сенің қателігің. Даңқ кімнің күліп тұрса басында, сатқындықта бұғып жүрмек қасында. Екі жүздіге сенім арту деген, оған тағы да опасыздық жасауға мүмкіндік беру деген сөз. Біреу сізге мұңын айтса, демек сізге сенім артыпты. Біліңіз, өмірдегі ең тамаша сезім біреудің күлімсіреуіне себеп болу. Өтірікшінің шын сөзі де зая кетеді. Тым жұмсақ болмаңыз, езіп кетеді. Тым қатты болсаң, сындырып кетеді. Ешқашан жақыныңа қарыз берме. Себебі жақын адамыңнан да, ақшаңнан да айырыласың. Көп адам көзін ашудың орнына аузын ашады. Және ең қатесі де осы. Ұрлық бір жапырақ нанды ұрлағаннан басталады. Ал сатқындық бір ғана көзқарастан басталады. Біреуден бірдеңе дәмету ең аянышты хал. Біреуге уәде берерде барынша абай бол. Сонда оны орындауда қиынға түспейді. Тағдырдың ең үлкен сыйы жаныңда сенің барыңа шүкір дейтін адамның болуы. Өзгеге істеген жақсылығың да, жамандығың да міндетті түрде өзіңе қайта оралады. Бұл ешқандай жаза да, сый да емес. Бар болғаны әлем солай жаратылған. Қол жетімдісін емес, лайықтысын таңда. Сонда уақытша рахатқа емес, мәңгілік бақытқа бөленесің. Өз қиындықтарыңды ешкімге айтпа. Себебі олардың 80%-на сенің қиындықтарың қызық емес. Ал қалған 20%-ы сенің қиындықтарыңа керек десең іштей қуанады. Сізден өздері сұрамайынша ешкімге ақыл айтпаңыз. Жақсылар бақыт әкеледі, жамандар тәжірибе. Ұяты кемдер сабақ әкелсе, мықтылар сізге жақсы естеліктер сыйлайды. Айналаңның бәріне құрметпен қара. Мейлі сені ренжіткендер болса да, сонда сен басыңды тік көтеріп жүретін боласың. Ешқашан біреудің өткеніне күлмеңіз. Өйткені сізде өз болашағыңыздан бейхабарсыз. Өмірде қандай жағдай болмасын, адамдық қалпыңды сақтауды ұмытпа. Егер осы видео саған ой салса, лайк бас, пікір жаз. Және осындай пайдалы видеолар үшін каналға тіркелуді ұмытпа.